Давайте астындағылар, если что, мына неге номерге ақша салып отырыңыздар, көптілеу ағаның несі, қолдайық. Осыдан бастап біз азаматтық қоғам деген осы, бір-бірімізге көмектесу әрқашанда, әрқашан ақиқат болу керек. Ақиқаттың болғанға біз көмектесуіміз керек. Давайте, осы көптілеу ағаның аккаунтына номеріне ақша салыңыздаршы. Ол кісінің соты болады 15-ші шілдеде Талғар қаласында болады. Бәріңіз келіңіздер, администрациялық сот жаңағы Алагөзовпен соттасады бұл кісі. Сондықтан бұл көптілеу аға халықтың адамы, біз халық ретінде осы кісіні қолдауымыз керек. Жаңағы сот жағдай туралы тағы да бір ақпарат беріп кетіңіз. Көптілеу аға түріңізді көріп, астында дәл қазір Көптілеу аға өзінің жағдайын, ертеңгі болатын сот не себептен болатын жағдайды және кішкене өзінің жаңағы қазіргі материалдық әлеуметтік жағдайын, денсаулық жағдайын әдемелеп айтып кетіңіз. Астында қыздар запись басып алыңыздаршы, кім берік экран запись жасабаңыздар, қазір түрі бар кезін парақшаларға тарқатып, номеріңізді қалдырып қоямыз. Көптілеу аға 24/7 сізді таныған қазақтар қарап отырмас, көмегін беріп отырады. Жарай ма? Сізге енді 2 миллион қаражат керек па сотқа дейін? Оны юрист жазып қойыпты. Алагузовтың юристің ақшасы 2 миллион теңге. 32 мың теңге олар жазып қойыпты. Госпошлина сборы деп жазып қойыпты. Вот. Ол, если мен сотты ұтылсам дегендей. Тағы да моральный ущербте, бірақ қазір пока оны айтпады. Кейін айтам деп отырды. Олигархтар ол моральный ущербті аямай сұрайтын шығар. Олар анша-мұншаға. Көреміз, қаншаға ұяттары барады, қаншаға ұяттары барады. Вот именно. Жарайды, енді өзіңіз туралы толыққанды ақпарат айтып беріңіз, қазіргі жағдайға байланысты. Біздер үндемей отырамыз. Достар, лайк басып отырыңыздар, эфирға тіркеліп отырыңыздар. Көптілеу ағаға тіркеліп отырыңыздар. Эфирін көтеріп берейік, жеке өзде эфирлар ашсын. Айта беріңіз. Сот 15 шілдеде болады, сағат 11-де. Талғар қалада районный суд, не қалалық суд, а районный, Талгарского района суд. Вот, сондай сот болайын деп жатыр. Сояқта предварительный болады заседание, предварительный слушание дейді ғой, орысша айтқанда, предварительный. Вот, соған бірінші жинап, содан қазір мен қағаздар дайындап жатырмын. Адвокат екеуміз қазір қағаздарды реттеп жатырмыз, стенограмма жасап жатырмыз. Қағаздарды реттеп жатырмыз, бәрін соған қазір дайындалып жатырмыз. Линию защиты выстраиваем, орысша айтқанда, қалай таман қорғанамыз деп, соны ойлап жатырмыз, қалай таман. Көреміз, заключение эксперта керек болады, может, экспертиза керек болады. Өйткені білесіз ғой, мемлекеттік экспертиза ол бөлек, Алагузов өзі экспертиза оныкі бөлек, мен де өз заключениемді шығаруым керек. Өйткені ол платный ғой, платный. Любой заключение эксперта. Оның барлығы қаржыға келіп тіркеліп отыр. Иә, дұрыс па? Ашық айтқанда, иә. Сондай енді халық жаппай көмектесіп жіберейік, ағамыз әділдік шешімін шығару үшін. Не жағдай дейді? Жағдайды айтып жіберіңіз, қандай жағдайда сіз жауапкершілікке тартылып жатсыз? Видеоролик шығарғам, что бізде олигархтар билікке өтейін деп жатыр. Билікке тартылып жатыр. Ол кезде әділет партия болмаған. Мен жазған кезде роликтар әділет партия болмаған ол кезде. Содан олар не істеген? Содан бірінші досудебка берген маған, ескертеміз дегендей. Параллельно досудебкамен мемлекет органдар қысым жасап бастады. Полиция, значит, АЖК, соцобез дегендей сондай органдар қысым ақырындап жасап бастады маған. Чтобы мені кішкене орына түсіру үшін дегендей сияқты. Вот, параллельно менімен на контакт шыға бастады ақырындап представитель Алагузова, типа мировое, кешірім сұрап, мен сондай жағдай, сондай болса кешірем дегендей сияқты. Мен не үшін кешірім сұрауым керек? Мен өтірік айттым ба? Мен шындық айтып жатырмын. Бүткіл әлемде олигархтар налог төлейді 70% ақшадан. 70%. Например, далее 150 пәтер берді, өз жұмысшыларына берді. Ол благотворительностьқа саналмайды. Ол не благотворительность. Ол КСО дейді. Корпоративная социальная ответственность дейді орысша айтқанда. Ол әр адам, бизнесмен, жұмысшыларына береді
тұратын пәтер, үй береді, машине береді, айлығын көтереді. Ол жұмыстың қалай айтман дейді, трудовые отношения дейді ғой. Это не благотворительность. Жұмыскерлердің еңбегін бағалау ол. Бағалау и стимулирование дейді. Көтеру керек оларға, стимул беру керек. Ол отношение жоқ благотворительностьқа. Мен соны айттым. Екінші жағда айлықтар төмен дедім. 250 мың, 300 мың теңге ол айлық емес дедім. Ол жұмысшылар айлық 1 миллион алу керек дедім. Ең төмен 1 миллион, 1,5 миллион алу керек дедім. Сонда бізде әлемде бәрі сонда айлық алады. Қытайда 1 миллион, оңтүстік Кореяда 1,5 миллион, Европа, ақш мемлекетте 2 миллион айлықтар болады. Неге бізде Қазақстанда біздің жұмысшылар 250 мың теңгеге қайыртылеп, сол ақшаға ол жолға жете ма, тамақтарына жете ма? Неге жетеді ол? Даже Алагузовтың ролигі бар, мен де оны айттым. Что ол өзі де айтты соны. Онда айлыққа олар пәтер ипотекаға аламайды. Содан мен алдым деді ипотекаға. Алагузов өзі ипотекаға пәтер алыпты. Ол пәтерлерге ақша төленбеген әлі. Ол пәтерлер әлі төлеу керек ақшаны. 10 жыл ма, 5 жыл ма, бірақ әлі 15 жыл ма, ол белгісіз, ол закрытая информация. Бірақ Алагузов өзі айтты, мен төлеп атырмын. Galaxy Botlers төлеп атыр ол пәтерлер үшін ақшаны. Сонда ол қалай таман онда благотворительность, если пәтерлерге ақша төленбеген 100%, а бірақ адамдарға аттарына аударып қойған. Қайырымдылық қор ретінде көрсетіп беріп, халықтың көзінен, көңілінен орын алып жатыр. Демек, басқа да бір құйтырқы әрекеттерге жұмыс жасап жатуы әбден мүмкін дейсіз ғой, дұрыс па? Дұрыс айтып жатсыз. Так, достар, қазір 1 минут аға, 460 адам, 410 адам көптілеу ағаға тіркеліңіздер, қаржылай көмек беріп отырыңыздар. Көптілеу ағаны барлығыңыз танисыздар, заңгер, қоғам белсендісі, халық жанашыры, ақиқатты айтып, ашыққа шығып, сіздерге дұрыс ақпаратты таратып жүрген жанашыр ағамыз дәл қазір материалдық қысымда болып отыр, себебі Алагузовпен соттасып, өзінің құжаттарын дайындау үшін қаржылай қиындықтар болып жатыр екен. Сондықтан қаржылай көмек беріп отырыңыздар, достар. Бұл кісінің көзін көрген, жақсылығын көрген қазақтар сіздер қолдау білдіріп келіп